Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен дәмі тіл үйретін наггетс жасайтын боламыз. Бұл оригинал рецепт. Сізде бір жасағаннан міндетті түрде шығады. Видеоны соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтындығына сенімдімін. Қажетті заттар видеода көрсетіліп тұр, және де описанияда жазып қалдыратын боламын. Алдымен етімізді маринадтап аламыз. Ол үшін чеснокты ұсақтап турап аламыз. Лимонымыздың 1/4 бөлігінің шырынын чесноктың үстіне қосамыз. Татымына қарай тұз қосамыз. Және сұйық май мұнда етті толық жауып тұруы қажет. Сонда етіміз жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міне біздің етке арналған маринадымыз дайын. Шетке қоя тұрамыз. Ендігі кезекте етті турайтын боламыз. Етіміз толық ергеннен соң турауды бастаймыз. Өзіңізге ұнаған формада турайсыз. Мен мұнда ұзынша етіп турадым. Сіз дөңгелетіп немесе кішкене кубиктарда турасаңыз да болады. Қатты қалың емес, жіңішке емес, орташа көлемде тураңыз. Міне енді маринадтайтын боламыз. Сұйық май етті толық жауып тұруы қажет. Мен мұнда кішкене тұз салдым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай тұз қосуларыңызға болады. Араластырып, бетін жауып, бөлме температурасында 1 сағат ұстаймыз. 1 сағаттан артық ұстамауға тырысыңыздар. Себебі етіміз пісіру барысында бөлшектерге бөлініп, қатты жұмсақ болып кетеді. Етіміз 1 сағат тұрды. Ендігі кезекте кляр дайындап, қуырып алатын боламыз. Бізге бұл жерде панировочный сухари жарамайды. Корейский сухари қажет болады. Немесе осындай снек бар, сатып алсаңыздар болады. Магазиндерден табуға болады. Корейский сухари наггетсыларымызға сарғылт түс береді. Қуыру барысында қап-қара болып күйіп кетпейді. Сол үшін корейский сухари қолданған дұрыс. 2 жұмыртқаны араластырып аламыз. Ендігі кезекте қуырамыз. Ұнға, жұмыртқаға, сухариге аунатып, қызып тұрған майымызда пісіріп аламыз. Қызып тұрған майымызда 2-3 минуттан әр бетін пісіріп алатын боламыз. Арасы толық піседі, піспейді деп уайымдамаңыздар. Және де өзіңізге ұнаған түс болған кезіңде ала берсеңіз болады. Міне, мен наггетсылардың барлығын пісіріп алдым. Өте дәмді шығады. Арасы 100% піскен, өте жұмсақ. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.